Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге бүгін картоп қосылған пирожки дайындаймыз. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Бізге керек нәрселер: 1 стакан айран қосамыз, 1 стакан жылы су қосамыз, араластырамыз. 1 жарты шай қасық тұз қосамыз, 1 ас қасық ашытқы қосамыз, жақсылап араластырамыз. 1 ас қасық қант қосамыз. Үстіне ұнымызды құямыз. Ұнымызды құйып, ары қарай қамыр илейміз. Үстіне 2 ас қасық сармайымызды жылытып құямыз. Қамырымыздың бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болды, көтерілді. Әрі қарай салмамызды дайындаймыз. Картопымызды қайнатып алып, жақсылап еземіз. Үстіне дәмдеуіштерімізді қосамыз. Көк пияз қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Салмамыз дайын. Енді қамырымызды осылай бөлшектерге бөліп, қолмен жаямыз. Ары қарай осындай форма жасаймыз. Барлығын осылай жасап алып, қызып тұрған табамызда 2 бетін аунатып, қызарғанша пісіріп аламыз. Пирожкилеріміз көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Достар, менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Пирожкилеріміз өте дәмді болып шығады. Достар, мені қолдап, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Баршаңызға көп рахмет.